Естетін шығарсыздар, сіздерге, қаттырақ айта берейін ба? Сіздер еркектер ше, негізі қалғандар мына жаққа отырып, әйелдер сәл жақынырақ отырсын да. Сіздер ше мына жаққа отырсаңыздар, еркектер мына жаққа отырсаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Имам Ибн Джарир Табари деген атақты тәпсірші кісі бар. Саба сүресінің 36 аятында әсем деген бір аят бар. Алла тағала Құранда айтады екен: "Инналлаха ябсутур ризқа лиман яша ва яқдир." Алла тағала қалаған адамна рызық несібені кең қылады, қалаған адамна рызық несібені тарық қояды. Соны талдап атқан кезде айтады: адам өзі қызық дейді. Рызқы көбейіп кетсе, Құдай тағала маған нұрын жауып жатыр, мен Құдайдың нұры түскен сондаймын деп ойлайды дейді. Бірақ ол олай емес дейді. Және керісінше, бір адамның рызқыны кеңдеу, тарлау қылып, қиыншылық қылып қойса, адамдар тағы ойлайды дейді: Құдай тағала анадан теріс бұрылды. Жаңа кейбіреулер айтып: "О Құдай, мен саған не жаздым, жұмысым жүрмей қалды, ақшам жүрмей қалды, саудам өтпей қалды" дейді. Соны имам Табари айтады, бұл бекер сөздер дейді. Алла тағала ешкімді жек көргеннен малын алып қойып, немесе малын беріп құрметтемейді. Мал менен ешкімді құрметтеген емес. Өйткені пайғамбарымызда сондай сөз бар: Алла тағалаға егер мал дүние Алланың құзырында құнды болатын болса, кәпірге бір құлтымда су ішкізбейтін еді. Сондықтан мал дүниенің Құдайдың алдында ешқандай қадірі жоқ. Ол Алла тағала біреуді малменен қадірлемейді. Бірақ сонда да адамның малы көп, малы аз болғаннан қиналады өзі. Соған орай мен айтқым келген бір әсем дұғаны үйреткім келіп отыр түбінде. Бірақ сол дұғаны үйретпей тұрып, басыңызға қиындық түскенде айтатын дұғаны үйретпей тұрып, түсіндіріп айтып атқаным: Құдай сіздің малыңызды кемітіп қойса, жыламаңыз, малым кеміп қалды, Құдай менен теріс бұрылды деп. Және де Құдай малыңызды көбейтіп жіберсе, о Құдай тағала маған оң көзмен қарап жатыр демеңіз. Сіз бай болсаңыз да Алла тағала сізді жек көруі мүмкін. Тағы да бір сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахабаның қайғырып отырғанын көреді. Сөйтіп айтқан кеңесі бар. Әсем кеңес пайғамбардан болған. Ей балам дейді, еш қашан қайғыға берілме дейді. Яғни соның арқасынан қуалап кете берме дейді. Өзіңді тұт. Яғни адам өзін ұстау керек екен. Алла тағала тағдыр қылған нәрсе сенің басыңа бәрібір түседі. Сенің рызқың қайда болса да саған келеді деп насихат айтқан екен. Яғни Құдай сіздің басыңызға жамандық жазса, ол түседі бәрібір. Оған сабыр қыламыз. Құдай сіздің қиыншылық қылып қойса солай. Егер бір қандайда бір жеңілдік берем деп алып қойса, немесе бір нәрсе бере қойса, ол бәрі Құдайдың қолында екен. Соны ұмытпаңыз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан әсем бір дұға: кімде кімнің басына қайғы түссе, Я хай, я қайюм, бирахматика астағиф деп айтады екен. Я хай, я қайюм, бирахматика астағиф. Мен чатқа жазып жіберем, арнайы жаздырып жіберем. Сол дұғаны айтып жүріңіздер. Адам басына қайғы, қиыншылық түскенде мағынасы: Я хай, ва тірі болған зат. Я қайюм дегені аспан мен көкті тіреп тұрған зат. Бирахматика астағи, сенің мейірімің менен жәрдем сұраймын деген. Кімде кім Аллаға жәрдем сұрап қолын жайса, Алла тағала оны жеңілдігін береді екен. Тағы да бір қосымша дүние, құрметті бауырлар. Сіздер осындай бір киелі жерді көріп, зияратқа Алла тағала бұйыртқан екен. Көп дұға қылыңыздар. Көп Алла тағалаға жалбарынуды ұмытпаңыздар. Әрдайым басыңызға қайғы түскенде ғана Құдайды ойлау дұрыс емес. Бәлки осындай қуаныш жағдайда да. Себебі, білесіздер ме? Пайғамбарымызда мынандай сөз бар: кімде кім жақсылық уақытта, басына жақсылық түскен уақытта
Құдайды ұмытпаса, Алла тағала оған жамандық түскен уақытта оны ұмытпайды дейді. Түсінікті ғой, яғни қиыншылық уақытыңызда Құдай сізді еске түсірсін десеңіз, кеңшілік уақытта Құдайды еске көбірек түсіріңіз. Тағы да бір нәрсе бар. Кеңшілік уақытта Алланы көп зікір ету, бұл ғалымдардан келген әдет. Бай уақытыңызда, деніңіз сау уақытта, осындай қуанышты уақытта көп Құдайды еске түсірсеңіз, Алла тағала басыңызға ауыртпашылықты жеңіл қылып беретіндігі жайлы айтылады. Оған Құрандағы аятта айтады ғалымдарымыз. وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا деген атақты аят бар ғой, білесіздер. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт дейді. Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. Алла тағала кешірімді қабыл етуші зат. Сіздерге аспаннан жаудырады дейді рызық несібелеріңді. Баласы жоққа бала береді, малы жоққа мал береді дейді. Қараңызшы, тағы бір дұға болып қалды, аяқ астынан. Егер сіз Құдайдан перзент сұрап жүрсеңіз, балаларыңыз, бір таныстарыңыз Құдайдан перзент сұрап жүрсе, перзент туралы дұғалар көп. Ең оңайы Құранда Алланың уәдесі тұр. Алладан кешірім сұрау, истиғфар айту. Таңертең 100, кешке 100-ден 30 күн тоқтамай айтыңызшы. Үлкен өзгеріс сезесіз, мен сізге кепілмін. Бірақ сол истиғфарды айтқанда мынандай сезімде болу керексіз. Міндетті түрде күнәңізді мойындау, екінші қайта жасамаймын деп өзіңізге сөз беру, және де Құдайдың алдында өзіңізді кемтарын ұстану. Біліңіз, біздің дініміз адам өз-өзін кем қып ұстауды үйретеді, дұрыс па? Ал қазіргі кезде аяқ астынан сұрақ шығады, бір психологияда айтады, өзіне уверен, яғни сенімді адам өзін жоғары ұстап жүру керек, ондай, мұндай деп айтады. Екеуінің айырмасы қанша десе біліңіз. Психологияны арырақ тереңірек оқысаңыз айтады. Уверенность, яғни адам өзіне деген сенімділік шекарамен болу керек. Шекарасыз, мысалы, менің сенімім солай болса деген сенімменен жұртқа өзіңнің сеніміңді тықпа, өзіңнің ойыңды тықпа, өзіңнің міндетіңді міндет қылма дейді. Бұл қарапайым қазіргі заманауи психологияның міндеттері қойылған адамға. Бақытты болғың келе ма, біреудің өміріне араласпа. Өзіңе сенімділік бар ма? Ол сендегі сенімділік жұртқа сенімсіздік беру мүмкін. Ол сенің ғана ойың, сенің ғана жетістік. Құрметті бауырлар, әңгіме ондай емес. Мен айтқым келген нәрсе, бүгін екі үлкен дұға үйрендік. Біріншісі, басыңызға қайғы түскенде, яғни біз ойлайтын қайғы деп ойлаған нәрсе қайғы болмауы мүмкін. Бізге сынақ болуы мүмкін екен. Біз жақсы деген нәрсе жақсы, жаман деген жақсы, жаман бола бермейді, Құдай білуші. Сонда да сіз қиналсаңыз, біліңіз. Басыңызда қиыншылық түссе, я хай, я қайюм, бирахматика астағит деп дұға қылайық. Жазып береді, жіктеп, WhatsApp-қа, неге жазып бересіздер, WhatsApp-тағы группаға, қажылардың. Содан кейін, ол бір дұға. Екінші дұғамыз, жай ғана астағфируллаха ва атубу илейх деген дұға. Немесе жай ғана астағфируллах деген сөзді таңертең 100 мәрте, кешке 100 мәрте оқысаңыз, ешқашан кедей болмайсыз. Басыңызға келген бәле өзінен өзі кетіп қалады. Құдай тағала мал береді, Құдай тағала перзент береді. Бай болам дейсіз ба? Истиғфар айтыңыз. Яғни жұртты кешіре біліңіз, өзіңіз кешірім сұрай біліңіз. Жұртты кешіре білу керек. Өзіңіз Құдайдан кешірім сұрай білуіңіз керек. Өзіңізді де кешіре білу керек. Және де дәл солай перзент талап етсең де өзіңді кешір. Жұртты кешіре біл. Жұртты кешіре біл. Алладан да кешірім сұрай біл. Яғни кешірім деген құр истиғфар емес екен, кең екен. Яғни өзіңді кешір. Жұртты, ағайын туысты, барлығын кешір. Және де Құдайдан өзіңнің күнәларыңа кешірім сұра. Міне осыны сіз толық жасап, 30 күн жасасаңыз, көп жеңіске жетесіз. Мен сізге кепілмін. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк. Сұрақтарыңыз бар ма? Бір-екі сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Ол да бар.
шамнан кейін Мұхаммед сүресін 15 рет оқу, ол негізі, ол көбінесе адамның жыны, өзінің жыны өзіне кіріп кетеді. Соның себебінен оны оқыттыртамын. Ризыққа Уақиға сүресін сынағандар өте көп, бірақ менің бір ұстазым айтады да, ризық несібем қиналып, малға мұқтаж болған кезімде дейді да, бір 2 апта кемінде, болмаса бір 40 күнге шейін Уақиға сүресін есіме түскен уақытта оқи беремін. Тек қана намаз шам емес та. Күндіз түні оқи беремін дейді да. Таң қалатыным, соны оқыған кезде ешқашан малсыз болған емеспін. Көп оқысаңыздар Уақиға сүресін. Егер Құран сауатыңыз болса. Құран сауатыңыз жоқ па, онда интернетке жазсаңыз да шығады, соны көп тыңдасаңыздар. Құранда болмаса тыңдаңыздар. Уақиға сүресін қойып, күндіз түні тыңдай берсеңіз де өте пайдалы. Әрине. Тағы да. Истиғфар дегендеше түрлері көп истиғфардың. Қысқалары бар. Және де үшінші әдемі истиғфар, ол интернетке жазсаңыз да болады, Саййидул истиғфар деп айтылады. Истиғфарлардың төресі деген сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім осы истиғфардың төресін 3 рет айтатын болса, о кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі дейді. Құдайдан кешірім сұрау. Саййидул истиғфар, интернеттен іздеп тапсаңыздар болады. Тағы да сауалдарыңыз жоқ болса, осымен тәмам қылайық онда. Уақыттарыңызды алмайық, демалып алыңыздар. Ертең таң намазы, Құдай қаласа, қалып кетпеңіздер. Илахи амин. Аллахым жасап атқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл ет. Елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Аллахым, екібастымызда қиыншылық көріп атқан бауырларымыз Аллахым жеңілдігін бергейсін. Раббым, Аллахым, перзент сұрап атқандарға перзент бер. Дерт сырқат науқасы бар, шипа сұрап атқандарға Аллахым шипа бер. Раббым, Аллахым, дүниеден өткен адамдарымыздың барлығын жарылқа және де қол жайып отырған әрбір жанның дүниелік, ақыреттік қандай да бір тілегі болса өзің қабыл ет. Рахмет. Жаннат Travel компаниясымен келген бауырларымыз отыр міне. Иншалла, мына жақтарда біздің Василя Travel'дің бауырлары, осы жалпы қазақ бауырларымыз осында келіп, шамасы жеткенше келіп қатысып жатыр.